Келіп жетті мамырлаған, жастарым қызғалдақтай жалындаған. Халқымнан айналайын қасиетті, ынтымақ бірлігінен жаңылмаған. Бірлікпен шамы жанар мерекенің, тердеткен ынтымақпен ел өткенін. Жасасын бірлігі мен ынтымағым, бастауы ортаймайтын берекенің. Қазақстан Республикасында 1 мамыр ұлтаралық татулық күні болып есептеледі. Қазіргі таңда еліміз 130-тан астам ұлт өкілдеріне отан болып отыр. Бұл мереке еліміздің әр жерінде ерекше тойланады. Оның мақсаты ұлт арасындағы татулық, сыйластық, бірлік пен береке секілді қасиеттерді насихаттау. Еліміздің барша тұрғындарын Қазақстан халқының достығы және бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Баршаларыңызға, әр отбасына, әр қазақстандыққа шынайы көңілмен бақыт береке тілейміз. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Қазақстан халқы өркен жайып, мемлекетіміз молшылыққа, ал әрбір шаңырақ бақыт пен шаттыққа кенелсін. Қазақстан біздің ортақ үйіміз. Қазақстанда шынымен достықта өмір сүретін әртүрлі ұлт өкілдері бар. Бірлік болмай тірлік болмас деген атам қазақ берекені көздеген ел мерекелі тірлік жасаудан жалықпаған. Береке бастауы бірлік, ел іші тату тірлік қағидасын ұстанған, ел үшін бұл мейрамның орны ерекше. Жыл сайын атаулы мерекеде Қазақстан аумағында тұрып жатқан 130-дан астам ұлт пен ұлыс өкілдері киелі қара шаңырақта тату-тәтті, бейбітшілік пен ынтымақта тұрып жатқандарын атап өтеді. Осы этностарды бұрынғыдан да жақындастыру үшін барлық Қазақстанда жаппай патриоттық шаралар өтеді. Біз қазақстандықтармыз. Біз ортақ еңбегімізбен, бірлескен ізденісімізбен, топтасқан болмысымызбен Қазақстан Республикасының күн санап тірлетіп, күн санап өркендете түсудеміз. Біз елімізбен бірге өсіп келе жатырмыз. Қазақстан халқының бірлігі мерекесі құтты болсын ағайын. Туған жердің төсінде, құшағын жайған бейбіт елдің бірлігі мен ынтымағы арта бер.